Амангелді Иманов, қазақ батыры, қазақ халқының 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісінің ұйымдастырушылардың бірі, Кенесары Қасымовтың үзеңгілес серігі Иман Батыр Дулатұлының немересі. Ол Торғай уезі Қайдауыл болысының нөмір 3 ауылында кедей шаруа отбасында туған. Амангелді әуелі ауыл молдасынан 2 жыл оқып, кейін Тасыбай Ташмағамбет ишандардың медресесіне түсті. Медреседе 4 жыл оқыған ол түрік, парсы, араб тілдерін меңгерді. 7 жасында әкесі, одан 5 жыл кейін шешесі қайтыс болып, жастайынан жетім қалады. Ауқатты адамдарға жалға тұрып жүріп, еңбекші қазақтың тартқан қайғы-қасіретін, ауыр тұрмысын көреді. Оның бойында қоғамға тереңдеп кеткен әлеуметтік теңсіздік пен езгіге деген өшпенділік осы кезден-ақ қалыптаса бастады. 1905-1907 жылдары орыстың бірінші төңкерісінің азаттық идеясы ықпалымен шаруалардың байларға қарсы қарулы күресіне қатысады. Социал-демократтардың жергілікті жердегі большевиктер тобымен тығыз байланыс жасап, шаруалар бұқарасының ұлт-азаттық күресін басқарушы ретінде бүкіл Торғай даласына атағы жайылады. Тарихымызда осы Торғай көтерілісінің басшысы Сардарбегі Амангелді Иманов өзінің тактикасымен, ерекшеліктерімен көзге түсті. Табанды болып, ұзаққа созылуы, билік көтерушілердің қолына көшіп, бір орталықтан жүргізілуі басқарудың тәртіпке келтірілген жүйесі болды.